Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі видеоролигіміздің тақырыбы 20 ғасырдың 20-30 жылдарындағы Қазақстанның қоғамдық саяси жағдайы. Республиканың қоғамдық саяси жағдайы нашар жаққа өзгеруі сол уақытта Голощекиннің таққа келуімен ерекше қаталсыз қалдырды. Қазақстанда тоталитарлық жүйенің нығаюы Голощекиннің есімімен байланысты болды. Яғни, кәсіби революционер ауылда кеңес өкіметі жоқ, бай үстемдігі бар деп баяндады. Көп ұзамай ол өзінің басты идеясына тоқталды. Біздің ауылда кіші октябрьмен жүру керек екенін бекітемін. Ауылдағы экономикалық жағдайды өзгерту керек. Биге қарсы топтық кедей күреске көмектесуіміз керек. Егер бұл азаматтық соғыс болса да, біз оны қолдаймыз деген. 20 жылдардың екінші жартысында Қазақстандағы қоғамдық саяси жағдайы қатты өзгерді. 1925 жылы желтоқсанда өткен 5-ші аймақтық партконференция шешімі бойынша ауылда кеңестіру туралы топтық күресінің күрт ушығуына серпін берді. Осылайша 1937-38 жылдардағы жаппай қуғын-сүргін және күштеп ұжымдастыру кезеңінде қазақ халқының қасіретін және сан ғасырлық қайғыға әкелген демек, республикада кіші қазан өткізуге арналған идеологиялық база құрылды. 1927 жылы Голощекиннің екі жұмысы шығады. Қазақстанда қазан байқауында және кеңес өкіметіне 10 жыл. Онда ол ауылдың қазанның тыныс алуын сезбейтінін, қазақ ауылында кеңес өкіметі жоқ, ауылда қазанның болмағанын, комбеттер мен сізсіздік болмағанын, сол сияқты 1925 жылы күзінде біздің болған оқиға Қазақстанның және партия ұйымының тарихы деп атауға болады, деп тұжырымдамасын көрсетті. Голощекиннің моделі Қазақстанда қайта құру болды. Қазақ коммунистерінің Голощекин үш топқа бөлді. Біріншісі, ұлтшыл жалтарушылар қандай да бір тәрбиелік шараларға сезімтал емес, ақаулы, сондықтан да қоғамның құрылысына пайдалануға жарамсыздар. Екіншісі, олар мен мән-жайларға байланысты саяси түсіну өзгерістердің хамелеондары. Үшіншісі, барлық жіберген қателіктер үшін бір Голощекинді жауапкершілікке тартуға ұмтылатындар. Сондықтан ықпалды қазақтар коммунистер жолға қойған шаруашылықты ғасырлар қируына қарсы назарлық білдірді. Ол ұлтшыл жалтарушы деп айыптап, Сталин қолдауымен оларды талқандатты. Ұлтшылдар мен ұлтшыл жалтарушылар туралы тарихтың тоғысуына және жергілікті кадрларды қудалау үшін 1923 жылы Марий Упконның ВКП Семей губкомының хатшысына лауазымына жіберіліп, содан кейін партия крайкомының ұйымдастырушы нұсқаушы бөлімінің меңгерушісі болып тағайындалған. Ежов жергілікті кадрлар қудалауға үлкен үлес қосты. 1927-1929 жылдары түрлер сылтаулармен республикада Қазақстанның көрнекті мемлекет және қоғам қайраткерлері Нұрмақов, Рысқұлов, Ходжанов, Мырзалиев алынып тастайды. КАСЦИК төрағасы Мыңбаев, ағарту наркомы Садвакасов, егіншілік наркомы Сұлтанбеков және тағы басқалар өз қызметтерінен алынады. Сол сәтте Сталин Молотовқа және Кагановичке жазған хаттарында Ежов барлық ұлттық кадрлар, барлық қазақ коммунистерді ұлтшыл жалтарушылықпенен және топтық күреспен жұқтырғанын, олардың арасында дені сау партия күштері жоқ екенін жеткізеді. КСРО ішкі істер болашақ наркомның Мәскеуге ауыстырылар алдында өзінің мансабын сүйреп жібереді. Сонымен қатар ол 1937 жылы жаппай қуғын-сүргін басталуына қол ұшын тигізеді. 30 жылдардың соңғы 3-1 жаппай сипатталған саяси қуғын-сүргіннің жаңа толқынмен ерекшеленеді. Сталиннің жеке басының табуының нығаюын және кез келген өзге де ойға төзбеушілік, ел дамуының барлық қиындықтарын халық жаулары деп қызметінің нәтижесін талпыныстарын жариялау, барлық дерлік ықпалды көшбасшылардың, яғни барлық басқарушы партия және кеңес қызметкерлерінің физикалық жойылуына алып келеді. 1937 және 1938 жылдары ұлттық фашизм мен тыншылық жасады деп Рысқұловты, Нұрмақов, Ходжанов, Құлымбетов, Исаев,
Жандосов, Садвақасов, Сафарбеков, Жүргенов және тағы басқалар болды. Сол сияқты көптеген көрнекті мәдениет және ғылым қайраткерлері Бөкейханов, Байтұрсынов, Дулатов, Досмұхамбетов, Тынышбаев, Жұмабаев, Сейфуллин, Жансүгіров, Майлин, Асфандияров, Шанин, Кемеңгеровтар болды. Оларды 20-30 жылдарда болған көтерілістерде жапон барлаушы, ауыл шаруашылығына дағдарысқа себепші, Қазақстан бөлімшесінің саясатына тәуелді және тағы басқа кінәлі деп жариялады. Қарағандыда және бірқатар аудандарда жаулармен атты ашық көріністер өтті, алайда оларды басым бөлігін соттан тыс органдардан соттады. 1937 жылы Қазақстан бойынша қамауға алынғандардың саны 120 мың адамға жетті, оның 22 мыңы ату жазасына кесілді. 30 жылдары тоталитарлық режим қоғамда саяси өмірдің барлық салаларын бекітілді. Оның мәні Қазақстанда қорқыныш түрге айналды. Қазақстан аумағы үлкен лагерлерге айналды. Республикада Далалы, Жазықты, Құмды, Қамшылақ, Ақтөбе, Жезқазған, Петропавл, Кеңгір, Өскемен лагерлері құрылды. Олардың ішіндегі ең ірі лагерлердің бірі 1931 жылы 19 желтоқсанда құрылған ерекше режимде Қарағанды лагері Карлаг болды. 1937 және 1938 жылдары сол лагерде 43 мың тұтқын болды. Карлаг жүйесінде 292 өндірістік лагер нүктелері, 26 дербес бөлімдері болды. 1931 жылдан 1959 жылға дейін Карлагта 1 миллион адамдар жазаларын өтеп шықты. Арнайы отанын сатқындары әйелдер үшін Алжир, Ақмола лагерін құрылды. 30 жылдардың соңында республика бүкіл халықтардың қоныс аудары процесі басталды. Ол 1936 жылы қуғын-сүргін Украина мен Белоруссияның батыс аударынан шығып поляктардан қарсы болды. Ал 1937 жылы Қазақстанға қиыр шығыс аудандарынан мекендеген корейлер жер аударылады. Әсіресе күштеп қоныс аудару процесінен кейінірек қабылданды. Бұл соғыс жылдары еді. Қазақстан халықтары жалпы елдер сияқты саяси қуғын-сүргіндерден айтарлықтай зардап шекті. Толық емес мәліметтер бойынша 1930 және 1953 жылдары контрреволюциялық және мемлекеттік қылмыстарға айыптау бойынша сот және соттан тыс органдар 35 мыңға адамға қатысты. Үкімдер, қаулылар және шешімдер шығарды. Олардың 5430-ы атылып кетті. Олардың қатарында республиканың мемлекеттік және партиялық басшылары, көрнекті ғалымдар, әдебиет және өнер қайраткерлері, шаруашылық басшылары, әскери қызметкерлері болған. Қоғамның барлық қабаттары, жұмысшылары, шаруалар, интеллигенциялар зардап шекті. Осылайша Қазақстанды Ұлы Отан соғысының қарсаңында демографиялық жағдай өте қолайсыз болды. Яғни 10 жылдықта 1928 және 1938 жылдар аралығында жұмдастырудан, аштықтан және саяси қуғын-сүргіндерден туындаған жергілікті халық саны күрт төмендеді. 20-30 жылдарда қоғамдық саяси өмірінің қорытындысы. 10 аспектілері. Бірінші, қазақ халқы саяси тең құқықтық аумаққа, автономияға, кейін 1936 жылдың 10-қты республикалық құқықты алды. Екіншісі, индустрия қарқынды дамыды, халқын әлеуметтік топ құрылымдары өзгерді. Үшіншісі, мәдениет және білім беру саласында жетістіктерге қол жеткізіледі. Олардың ішінде жалпы білім беру міндетін жүзеге асыру, кәсіптік жүйесіне білім беруді қалыптастыру, интеллигенцияны жаңа отрядтан қалыптастыру және де мәдени ошақтарды қалыптастыру. Теріс аспектілері: біріншісі, тоталитарлық жүйе бекітіледі. Екіншісі, Сталиннің қуғын-сүргін саясаты озық қоғамның бір бөлігінен жойылады. Үшіншісі, халық мәдениетін тоталитарлық идеологияндыру. Төртіншісі, ұлттық мәдениет ұғымы жоқтығы және оны интернационалдық мәдениет деп алмасуы болған.